Жылғының да жылқысы бар, қазан аты бір бөлек, жігіттің де жігіті бар, азамата бір бөлек. Ассалаумағалейкум, ер қадірі өз қадірім деп ұғынатын Алталаш бүгін Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығы және де Селкой халықаралық университетінің ұйымдастыруымен бастау алған жастардың айтары бар жобасының қонағы Әл-Фараби ауданының әкімі Мәуленқұл Ғабит ағамыз. Қош келдіңіз аға. Ассалаумағалейкум, рахмет, қош көрдік. Жігітті жылы сөз ширатпайды, қатты сын ширатады. Ерлік елдің ісі, жүректілік жігіттің басты қасиеті. Осылай ер жігітке байланысты айтылған қанат сөздерді тізбектесек, қазақ даналығы мен әлем философиясы бізге жылдан астам уақыт сұранады. Ал бүгін біз тарих пен болашақты бір арнаға тоғыстырып, ұлт болмысындағы ер баланың орны тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Олай болса аға, алғашқы сұрақ бастайық. Жалпы ұлт деген үлкен құрылымға қандай критерий қоюға болады? Жалпы ұлт деген не? Ең біріншіден, мынау қазіргі таңда жастардың бастаған осы бір үлкен бастамасы өте қуанарлық. Сондықтан біріншіден үлкен алғысымды білдіргім келеді. Екіншіден, осы жастар ресурстық орталығымен бірлесіп, және осы Селкой университетімен бірлесіп, біздер біраз іс-шаралар осыған дейін бірлесіп өткізіп жүрік. Оның барлығы осы жастармен тікелей байланыста болудың бірден бір тетігі болып табылады. Үшіншіден, осы қазір бағдарламаның басталуының алғашқы қонақтарының бірі болғаным үшін мен өте қуаныштымын. Сол үшін сізге үлкен алғысымды айтқым келеді. Жалпы ұлт деп айтатын болсақ, оның ішінде біздің қазақ халқына айтатын болсақ, оның негізгі критерийі ұлтты құрайтын не ол? Ұлтты құрайтын халық. Ал енді біз қай кезде ұлт боламыз? Әрине, әрбір ұлттың тек қана өзінің тілі болған кезде, өзінің жері болған кезде, өзінің белгілі бір ұстанымдарын қоғамда ұстай алатын болса ғана біз ұлт деп айта аламыз. Біз сансыз шүкіршілік айтуымыз керек. Қазір әлем танитын ең үлкен ұлан-ғайыр біздің ата-бабамыздан мұра болып қалған, әлемде 7-ші орын алатын біздің жеріміз бар. Оның үстінде тұрып атқан, мекен етіп атқан қазақ деген еліміз бар. Біз ұлтпыз, біз ұлт болып қалыптастық. Енді осы ұлттығымызды жоғалтпауымыз керек. Әрине, бұл сөзбен айтып қоя салу өте оңай дүние. Ал жалпы ұлтты осы қалпында ұстап тұру, немесе осының санын көбейту, ал енді ол ұлттың қажетті қоғамдағы сұраныстарының бәрімен бірге қамтамасыз ету, ол өте үлкен сұрақ. Әрине, оның барлығы айналып кеп билікке кеп тіреледі. Сондықтан да енді ұлт деп, ары қарай ұлттың критерийі деп біз халықты алуымыз керек. Бірінші критерий ол халық. Енді осы орайда өзінен өзі пайда болатын екінші сұрақ бар. Біз қайтсек толық ұйысамыз? Ең бірінші біздің дана бабаларымыздың айтып кеткен сөзі бар ғой. Ауырсыз біршілік бар жерде ынтымақ бар, ынтымақ бар жерде береке бірлік бар. Яғни, енді біз көп ұлтты мемлекетпіз. Сондықтан ең бірінші кезекте бұл жерде ауызбіршілік керек. Ауызбіршілік болған кезде барлық қоғамда да, жалпы елде де, біздің мемлекетімізде де барлығы дұрыс болады деп есептеймін. Ұлттың ұлт болып қалыптасуы және оның ар жақ қарайда белгілі бір жетістіктерге жету үшін жігіттердің атқаратын рөлі өте жоғары. Өте дұрыс. Енді бүгінгі қауымда ұлттардың ұлт болмысындағы жігіттің рөлі қандай? Енді біздің дана бабаларымыз баяғыда тектен текке айтпаған ғой. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Бірінші. Одан кейін, ықылым заманнан біздің ата-бабаларымыз ер азаматты тәрбиелеуінде ерекше бір рөлі болған. Жалпы әрбір отбасындағы тәрбиенің бір өзіндік ерекшелігі болған. Ал енді бала 6 жасқа дейін үйде отбасы ошақ қасында тәрбиеленсе, одан кейін барып белгілі бір дәрежеде балдардың бәрін әскери тәртіппен тәрбиелеген. Ол неге? Себебі әрбір қазақтың 15-ке келген баласы атқа отырып, 7 қаруын асынып, ел үшін, жер үшін, ерді қорғау үшін, жерді қорғау үшін дайын болған. Сондықтан да
ердің атын ел шығарады деп тектен текке дана бабаларымыз айтып кетпеген. Бұл жерде ер баланың тәрбиесі әрине өте бір ерекше қарау керек. Одан кейінгі барып біздің бабаларымыздан сөз қалмаған. Біздің дана аналарымыздың соншалықты мықтылығы бір қолымен бесікті тербесе, бір қолымен әлемді тербеген. Оның бәрі не үшін айтылған? Мен тіпті мынандай бір осы жақында отырып бір кітаптан мынандай бір сөз оқыдым, қанатты сөз. Біздің қазақтың даласында батырларымыздың көптілігі соншалықты мынандай мақал болған екен. Батырды екі долы қатынның бірі туады дейді, биді мыңның бірі туады дейді. Яғни біздің қазақ елінде, қазақ жерінде батырлар өте көп болған. Ал сол батыр қылып, елді қорғайтын, жерді қорғайтын қылып тәрбиелеген кім? Ең біріншіден бұл әрине біздің аналарымыз. Себебі баланың ынжық болуы да, баланың мықты алғыр болуы да, баланың жаңағы батыр болуына да ананың бұл үлкен ақ сүтімен беріледі. Әрине әкенің қасиеті, әкенің берер орны бір бөлек. Бірақ ең бірінші тәрім тәрбиеге келген кезде бұл ананың рөлі өте үлкен. Себебі жаңағы біздің аналарымыз туралы жоғыңды бар ететін де ана, барыңа зар ететін де ана. Сондықтан бұл жерде берілгеннен аналарымыздың берері мол болған. Балам үшін, ел үшін, жер үшін ол кезде менің балам менің жағдайым жасасын деп тәрбиелеген жоқ. Осы ұлттың мүддесін, елдің мүддесін, жердің мүддесін қорғасын деп ұлтшылық тәрбиеледі. Ал енді біз қазір қалай тәрбиелеп жатырмыз балдарымызды? Өкінішке орай әрине әттеген-ай дейтін уақыттар көп. Бізде қазір ата әженің мынау қасиетті мектебінен біз арылып жатырмыз қазір өкінішке орай. Кезінде біз бала күнімізде ауылда өссек, қазіргі балдар қалада өскенді қалайды. Қалада өсіп жатқан балдар ауылға барғысы келмейді. Ауылда тыныс тіршілік қазір тоқтап жатыр өкінішке орай. Дегенмен де бәрі бірдей тоқтап жатыр деп айтуға болмайды. Бірақ өкінішке орай мынау баяғы кезеңдегіндей ауылға қызығушылық жоқ қазір. Бұл бірінші мәселе. Ал екінші мәселе, қазір мынау Мұхтар Әуезовтың бір керемет бір сөзі бар. Жалпы адам баласын дейді 30%-ға ата-ана тәрбиелейді екен. 30%-ға ұстаз тәрбиелейді екен. Осы 30-30%-дан адам баласы дұрыс тәрбие алса, қалған 40%-ын қоғамнан алады екен. Ал енді қоғамда дұрыс берілетін де тәрбие бар, бұрыс берілетін де тәрбие бар. Сондықтан да ең бірінші тәрбие әрине бұл ата-ана, екінші тәрбие бұл ұстаз, одан кейін бар қоғам. Ал енді қоғамның ішінде өзіңіз білесіз, әртүрлі тәрбие алуға болады. Сондықтан да әрине бала тәрбиесіне келгенде біздің қазақ халқы өте бір ерекше қараған. Ал енді қыз баланың тәртібіне байланысты 40 үйден тыйылу ол әрине ол ерекше. Бірақ бұл жерде негізінен бүгін ер баланың азаматтың болмысын қарастырып жатқаннан кейін бұл жерде қазіргі біздің қоғамда болып жатқан немесе қазір бізде мысалы билікте жүріп жатқан азаматтардың осы критерийға сәйкес келе ме, келмей ме деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Әрине, енді кейде біз айтамыз, тіпті мемлекеттік тілді білмей жатса айтамыз, ой, аннан келген ғой, елге жаны ашымайды ғой, жерге жаны ашымайды. Ол тілге байланысты емес, елге, жерге жаны ашу. Бірақ мысалы айтып өтейін, мысалы кезінде Алаштың зиялылары Әлихан бастаған бір осы Ресейде орыстың көсемдерімен кездесуде жер мәселесіне келген кезде дейді, ұлы Ленинмен 9 тілде сөйлесті дейді. Ол нені білдіреді? Сол заманда, сол кезде қиын қыстау заманда біздің бабаларымыздың соншалықты білімге деген құштарлығы, екінші ізденіс, үшіншіден ұлттық мүдде. Осы үш нәрсені ол кезде ешқандай жібермеген. Соның арқасында осындай кең байтақ жерде міне біз сол
Алаштың ұрпақтары әдемі өмір сүріп отыр. Жақсы. Ғабит аға, сөз жоқ. Біздің бабаларымыз мықты болған. Бірақ деседе сөз бар. Бабамыз мықты дей бергенше, баламыз мықты дейтін күнге жетейік деген. Енді осыда тағы да бір сұрақ. Қайтсек, Қазбек, Төле, Әйтекелерді, немесе Бауыржан, Қабанбай, Наурызбай сынды батыр бабаларымызды қайтадан дүниеге алып келе аламыз. Немесе қайтадан тәрбиелей аламыз. Енді дүниеге келіп жатқан балалардың әрқайсысынан жаңағы біздің ұлы қазақтың батырларын жасауға болады, оның бәрі тәрбиеге байланысты. Қазақта ұлағатты сөз бар. Тектіден текті тумай ма, ата жолын қумай ма деп. Біз батырдың ұрпағымыз деп мақтанамыз, бірақ қазірдің батырлары қайда? Енді ең біріншіден осы айтып жатқан, сіз біліп отырсыз, мен біліп отырмын, сол Наурызбайды, Бөгенбайды, Керей Жәнібекті, Қабанбайды, тіпті осы атаңызға айналған Алпамыс батырды, Қобыланды батырды қазір өскелең ұрпақ біле ме, білмей ме? Бірінші содан бастауымыз керек. Өкінішке орай білмейді. Мүмкін бәрібір де емес шығар, бірақ дегенмен де білмейді. Білмеуінің себебіне кім кінәлі? Сіз бен біз кінәліміз. Оған жүйе кінәлі деп айтуға да болады. Неге? Мысалы, айтайық, мынау біздің көрші мемлекет Өзбекстан. Мемлекетте мынау баланы ең бірінші жаңағы сабаққа келген кезде оларда ұлттың болмысы туралы арнайы бір жаңағы сабақ бар. Яғни ода нені үйретеді? Ең бірінші күннен бастап өзінің жаңағы ұлтының батырлары, ұлт үшін олар не істеді, не қойды, ең бірінші содан дәріптейді. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, өкінішке орай тағы бір мәселе бар. Бала жаңағы ең бірінші өсіп келе жатқан кезде біз оған түрлі ойыншықтарды алып береміз. Осыған келген кезде біз нені алып береміз? Біз машина алып береміз. Біз жаңағы бір жұмсақ әртүрлі қуыршақтарды алып береміз, немесе бір итті алып береміз, мысықты алып береміз, күшікті алып береміз. Жаңағы айтқан Наурызбай, Бөгенбай, Қабанбайдың бір мүсіндері бар ма бізде? Балдарға алып береді, ойнайды. Өкінішке орай жоқ. Бұл тұрғыда мен бір таң қалғаным, мынау ағылшын тілінде қанша әріп болса, соған мынау біздің Европада әрқайсысына бір роботты шығарып, X тобот, Y, анау, мынау деп бәрінің атауын атап қойған. Мысалы, қазір 6 жасар бала, мен басқа жаққа айтпай ақ қой, мен 5 жасар балам. Барлығын біледі. Бірақ өкінішке орай, мен айтып отырамын ба? Осындай Алпамыстың жырын айтам, Қобыландының айтам. Неге ол көрсетпейді дейді? Неге айтпайды? Балапандан көрсетпейді. Сіз айтасыз. Мен енді оқып беремін. Бірақ оқып бергенді бала қазір қабылдай алмайды. Өкінішке орай. Бала мынау теледидардан көргенін қабылдайды. Тіпті немесе қазіргі заманның індетіне айналған телефонды қарайды, телефондан қойып береді, телефонды көріп, содан тәлім тәрбие. Жақсы. Теледида 4-ші билік тәрбиенің үлкен бір құралы 20 ғасырда, немесе телефонды дәл сондай. Бүгінгі балаларға көрсетуге тұрарлық қандай фильмдер бар? Мен бастап берейін. 6 жасар Алпамыс мектепке барады. Тізбек жалғастырып беріңізші. Менің атым Қожа. Енді тіпті естеріңізде болса, Совет үкіметінде түрлі мультфильмдер болады. Ол жерде ең бірінші аңға деген бір жанашырлық. Тіпті адамға емес, аңға деген жанашырлық. Немесе жаңағы бері қарай келетін болсақ, Қасқырдың апаны деген бір әдем. Ол жерде де екі жақтама, жақсылықты да, жамандықты да, яғни тәрбиенің бір тетігі ретінде көрсетіп отты. Енді біздің Совет үкіметінің бір жақсы жерде, әрине, мүмкін жаман жерде көп болған шығар, бірақ жақсы жерде, бұл жерде жаңағы 4-ші тәрбие беретін құрал болып табылатын телевидениеға 2-ның 1-ның фильмін, немесе жаңағы әдепсіз мультфильмді, немесе бір қасиетсіз фильмдерді көрсетпейді. Ол жерде тек қана тәрбие. Тіпті қазір әрбір ескі мультфильмдерді алып қарап отырсаңыз, ішінің бәрінде
Мен бүгін ғана мына 31 каналда дәл енді сөзіңізді жандандырайын. Бэмби деген мультфильм болып жатыр екен. Арқардың баласы туралы. Сонда да жаңағы шешесі жайлауға жайып шығарады. Жаңағы неге шешесін атып тастайды жаңағы охотниктер. Сонда ары қарай өмірі қалай жалғасады, әкесі қалай тәрбиелейді. Мынау болашақ сен осы орманның королі боласың дейді. Сөйтіп тәрбиелейді. Енді ол біздің бала күнімізде көретін мультфильміміз. Қандай керемет. Оның ішінде жанашырлық та бар. Кейбір кезде тіпті жас күнімізде соны жылап отырған балдарды көретін едік. Сіз сол мультфильм көріп жылап отыратын баланы көресіз бе? Көрмейсіз өкінішке. Себебі ол сезімді дамыту керек. Сол үлкен құрал әрине. Бізде демек баланы тәрбиелеуде үлкен проблемалар бар. Өте көп. Өте көп. Енді осы тақырыптың төңірегіне тағы да бір өзінің актуалдығы бар сұрақ. Қазақстандағы аға мен іні институтына көңіліміз тола ма? Жоқ, өкінішке орай толмайды. Қайтсек оны дұрыс қалыпқа келтіре аламыз? Енді қалпына келтіру өте қиын шығар. Себебі мына сіздер қазір отырсыздар, жастар. Бір-біріңізге брат дейсіз. Қазір тіпті браттан алғырай кетіп, родной болып кетті өкінішке орай. Осы не нәрсені береді? Не тәрбие ол? Қайдан шыққан дүние? Біздің кезімізде айтатын еді, ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тінісі бар дейді. Аға деген ол тек қана отбасындағы бір шаңырақтағы бауырлар емес. Тіпті қазақта бір сөз бар. Бірге тумақ бар да, бірге тұрмақ жоқ дейді. Яғни уақыт сәті келгенде әркім өзінің ұясынан ұшып, бір жанұялы болып шығып кетеді. Ең бірінші кезеңде бауыр бұл тіпті бір семьядағы бауырлар. Ал енді аға, іні дейтін болсақ, әрбір қазақ өзі үлкен болса ол аға, кіші болса ол іні. Енді кішіге ізеттілік, ағаға құрмет деген дүние бізде қалмай баратыр. Өкінішке орай. Оның енді түрлі айта берсек себептері көп. Бізде 90-шы жылы тоқырау келді, қиын қыстау заман келді. Сол кезде біздің аналарымыздың барлығы базар жағалап кетті. Балдарға жаңағы қайтсем тамағын жеткіземіз деп. Әкелеріміз соларға көмек беруге кетті. Балдар өз-өзімен қалып болды. Біреусі көргенін істеді, біреу жаңағы теледидардан көргенін тәрбиесін алды, тіпті біреу жаңағы сізбен сөз қылған қоғамнан тәрбиесін алды. Одан кейін бері қарай келе бере, одан да қиын замандар болды. Тіпті кейбір жастарымыз болды, рэкет деген дүние болды. Сондай рэкет болуды армандады. Одан кейін тіпті телевидение бізде ашық кеткеннен кейін әртүрлі фильмдерді көрсете бастады. Оның ішінде сондай жағымдысы да болды, жағымсызы да болды. Өкінішке орай, сол қиын қыстау кезеңдерде біздің жастарымыз жағымсыздау тұстарын көптеп алып қойды. Жаңа теледидардан көріп, яғни әлімжеттік, күш көрсетіп ақша тартып алу, ол кейін мектептерде тіпті үрдіске айналды деп айтсақ болады. Одан кейін сол үрдіске айналғаннан кейін ол жаңа атадан балаға берілгендей, жаңағы жоғарғы сыныптан келесі сыныпқа, келесі сыныптан одан сол әрі жарғасып келе жатыр. Өкінішке орай осыдан біз бір індеттен арыла алмай келе жатырмыз. Осы індеттен арылу үшін не істеуіміз керек? Ең бірінші біз жаңағы сізбен әңгімеға отбасындағы тәрбиеміз. Отбасы институтын жандандыру керек. Одан кейін біздің ұстаздардың, мынау Совет үкіметінің керемет тұсының бірі, ұстаздар балаға деген жанашырлығы болатын. Тіпті мен әлі есімде бір ұстазымыз бар еді. Кейде бұзықтық жасап қоямыз. Тіпті өскеннен кейін мінез құлқымыз өзгереді. Одан кейін адам баласы болғаннан кейін жастарға, балдарға ерейтін тұстарың болады. Сонда бір апайымыз айтып еді, айналайын Ғабитжан, сенің басыңда бар ғой, басыңды қорғамашы, оқышы деп. Мына сондай жанашыр қазір шын мәнінде сол кісілер айтатын еді, ертең уақыт сәті келгенде оқымаған үшін бармағың тістемек түгіл шайнайсың деп. Ал осы жанашырлық жоқ қазір ұстаздарда. Оқысаң өзің үшін, оқымасаң қоя қой дейді. Болды. Яғни оны да әрбір егер ұстаз өзінің баласына сияқты жанашырлықпен қараса, мен ойлаймын,
баяғыда есіңізде болса, Совет үкіметінің тағы бір тәрбиесі, оқитын баланың жанына бір оқымайтын баланы, немесе жақсы оқитын бір қыздың жанына нашар оқитын баланы, осыны тәрбиелейсің, осыны оқытасың, осының бағасын дұрыстайсың деп оған жүктейтін еді. Сол жүктегенді сол мектептен кейін жаңағы үйіне барып, немесе жаңағы соның үйіне барып, соны сабақты оқытып әйтеуір көтеруге әрекет жасайды. Одан кейін ол балада намыс болса, ол баланың ішкі дүниесіндегі намысын оятып, ары қарай соны оқып кетуіне, қоғамның қатарына қосылуына барлығымыз атсалысады. Жақсы. Өкінішке орай осы дүние таным үзіліп қалды біздің. Атадан балаға келе жатқан бір әдемі тәрбиелік үрдісіміз үзіліп қалды. Осы үрдісті жалғастыру керек, немесе басқаша қалыптастыру. Жақсы. Тағы ұлт мәселесіне тағы бір қызықты сұрақ жалпы. Өткен жақында ғана Беларусь мемлекетіндегі көтеріліске бәріміз куә болдық. Бірақ адамдардың өзінің қоршаған ортасына деген жанашырлығы барлығымыз таң қалдырды. Өзіңіз де куә болған шығарсыз әлеуметтік желіден. Бірақ білмеймін, біздің Қазақстанда көтеріліс болса қиратуға құмартып тұрамыз. Екі мемлекеттің сонда мәдениетінің айырмашылығы неде? Ол кісілердің Беларусь халқының осыншалықты мәдениетті болуында не нәрсе себеп болды? Сіз қалай ойлайсыз? Әрине, әрбір мемлекеттің, әрбір халықтың өзіндік бір дүние танымы бар. Мен жаңа айттым сізге, Совет үкіметінің жақсы тұсы да, жаман тұсы да бар. Сол жақсы тұсы Совет үкіметінің идеологиясы. Ол идеология сол қалды, оларда қалыптасып болған. Біз мына өзіміз жеке мемлекет болдық, өзіміз ел болдық, Құдайға шүкір, өзіміздің жерімізге иемендік. Осы тұста біз біршама өзіміздің әдет ғұрпымызды, салт дәстүрімізді, мәдениетімізді, тәрбиемізді жоғалтып алдық. Жаңағы сіздің айтып жатқан қоқысты тіпті жинап кету мәдениеті, бұл есіңізде болса, жаңағы сіз айтып жатқан екеуміз 4-ші билік тәрбие, біздің бала күнімізде тіпті мынау сағызды шайнағаннан кейін оны арнайы барып жәшікке тастау, соның өзіне шейін мынау кітаптарда жазылады. Жаман бала солай істеп кетті, жақсы бала былай істеп кетті. Яғни біз жаман бала болмаймыз деп, бұл тіпті 1-2 класста айтылатын, бізге санамызға құятын дүние. Әрине, оның барлығы тәрбиелік мағынасы өте зор. Тіпті кейде мынау қарның ашатын дүние сол, автомобильмен келе жатсаң, жаныңда келе жатады да, терезені ашады, темекінің қорабын тастай салады, немесе темекінің тұқылын лақтыра салады. Бұл да әрине үлкен санасыздық, тәрбиенің жоқтығы. Жақсы. Демек, идеологияны. Идеология, әрине, бірінші кезеңде идеология. Жақсы. Келесі сұрақ, жалпы жаңа отбасы институты деген үлкен өте актуалды мәселе ғой. Жалпы бүкіл әлем мемлекеттері үшін қарапайым статистикаға сүйенетін болсақ, Қазақстанда әрбір үйленген 100 отбасының 34 ажырасуға өтініш береді екен. Әрине, өте күрделі статистика. Енді отбасыға байланысты тағы бір сұрақ. Жігіт егер жақсы болатын болса, ал егер оның жұбайы жалпы жаман, енді жаман деген атқа ешкім қоймайсың, бірақ дұрыс емес, жалпы түсініспеушілік көбірек тудыратын жан болса, ол жерде отбасы, жақсы отбасы немесе жақсы тәрбие қалыптасуы мүмкін ба? Жалпы бұл жерде бір тереңдеу алуымыз керек біз. Бағана біз сөзіміздің бір бастамасында мен тектілік деген дүниені айттым. Жалпы біздің қазақ өрісін кеңейсін дейді. Қыз алсаң өрісін кеңейсін дейді. Сосын екінші, қыз алсаң тектіден ал дейді. Қыз алсаң жетімнен қыз алма дейді. Енді бұның бәрі не үшін айтылған? Ертең отбасы болған кезде сол дұрыс отбасы болып кетеді деген ұғыммен айтылған. Жетім деген не ол? Жетім деген не деген кезде? Жетім деген бұл тәрбие көрмеген деген. Бұл туа бітті жетім емес, тұла бойы. Жалпы отбасы институтын біздің қазақтан артық құрметтеген, зерттеген адам жоқ. Бұл мен ойлаймын, жалпы өткенде бір неден Фейсбуктан бір ақпарат оқып отырып,
ашаршылық заманында бір үлкен ақсақалымыз бір өкініш айтқан екен дейді. Сосын біз жақсы заманда өмір сүріп жатырмыз. Сосын жанындағы кісілер айтады, ақсақал, қалай біз жақсы заманда өмір сүріп жатырмыз? Ашаршылық, елдер қырылып жатыр. Жоқ, алдағы уақытта қиын қыстау заман болады. Біздің ұрпақтарымызды Алла тағала тоқшылықпен сынайды. Адам иманынан айырылады деген. Иманынан айырылғаннан кейін, ол жаңағы сіз айтып жатқан ажырасу, немесеге жаңағы бір-бірін түсінбеушілік, тағы да басқа әртүрлі жағдай бола береді. Қазір әрбір ажырасқан 10 отбасының 9-нан сұраңызшы, неге ажырасып жатсыздар деп. Керемет, оған әке-шешесі үйлендірді, керемет той жасады, шығын қылды, тіпті ағайын туыстары қаншама тілек айтты, ар жақтан бер жақтан құдалық шақырды. Не болды енді? Десеңіз айтады, бір-бірімізді түсінбедік дейді. Енді кейбіреулер тіпті солардың 5 жыл бірге ойбай жаным күнім деп жүрді. Сонда 5 күннен кейін екеуі бір-бірін түсінбей қалды. Бұл неден? Жаңағы айтып жатқан тоқшылықтың кесірі. Бұл бірінші жағы. Екінші жағы әрине жетіспеушілік. Бұл материалдық тұрғыдан жетіспеушілік. Яғни олар ажырасқысы келгеннен ажыраспайды, жетіспегеннен ажырасады. Біріншіден бала шағасы аш, екіншіден әкесі оны жаңағы тиісті дәрежеде киімін немесе тамағын алып бере алмай жатыр. Немесе тіпті бізде кейбір азаматтарымыз бар, ер азаматтар, жаңағы үйде жатып, жаңағы өзіміздің келіншектерін жұмсақ қойып қарап отыр. Әрине бұның әртүрлі тұстары бар. Бұл тағы да алып, жаңағы түбін қазсақ, отбасындағы тәрбиеге келтіреді. Яғни жауапкершілігі жоқ азамат осындай нәрсеге барады деп есептеймін. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, әрине бұл ата-ана. Ата-ананың да берер тәрбиесі мол ғой. Қазіргі таңда өкінішке орай қыз ажырасам десе, соған дұрыс шығады, ертең тағы да өмірің жалғасып жатыр деген сияқты дүниені айтады. Сондықтан да бұл жерде. Жақсы, жалпы отбасыда да ер адамның салмағы өте жоғары. Егер ер бала сақтаймын десе, отбасын сақтай алады. Міндетті түрде, иә? Міндетті түрде сақтайды деп айту қиын. Оған жаңағы екеуінің бірдей келісім керек те. Тіпті келісім дегенде қалай? Жалпы ортақ келісім емес. Ниеті болу керек. Түсінікті. Отбасыдағы ер адамның рөлін айқындап алды. Енді біздің тарихымызда батырлардың саны жеткілікті болған. Өте көп, мақтанатын, дәріптейтін болған адамдар көп. Енді айтыңызшы, біз кімдердің батырлықтары немесе ерліктерін дәріптеуіміз керек? Кімдерді ешқашанда ұмытуға болмайды? Біз елді, жерді қорғаған батырларымыз көп қой. Олар күш жұмсады, басқа. Әрине оларды ұмытпауымыз керек. Бірақ ең бірінші қазақ үшін қанын да берген, жанын да берген, бұл біздің Алаштың зиялылары. Біз соны ұмытпауымыз керек. Бүгінгі жастар біз немесе бізден кейінгі, біздің алдымыздағы жалпы сізден кейінгі іні буындар кімдерге қарап бой түзеуі шарт? Қазақта өте бір қанатты сөз бар. Қатар тізілген бәйтерек дейді, алғашқысына қарап бой түзейді дейді. Енді әрбір отбасындағы бір азамат болады. Бой түзейді. Ол мен үшін мысалы менің әкем болуы мүмкін. Сіз үшін сіздің ең үлкен ағаңыз болуы мүмкін. Немесе осы айтайық тіпті университеттің ректоры болуы мүмкін. Жалпы қазақта жаңағы сөздің астарында үлкен дүние жатыр. Яғни кешегі біздің билеріміз, кешегі біздің шешендеріміз, тіпті мынау 18-19 ғасырда біздің Салық Зиманов деген ағамыз, біздің мынау ең бірінші конституцияның жазған азаматтарының бірі, 18-19 ғасыр қазақ үшін алтын ғасыр деп бағалаған. Неге? Бір-ақ нәрсе үшін. Себебі ұлы халқымыз билердің, шешендердің сөздеріне тоқтаған. Тіпті жаңағы айтып жатқан батырларымыз да, хандарымыз да соларды тыңдаған.
Не үшін? Себебі олар білікті болған, білімді болған. Біз сияқты олар 2-3 дипломы болған жоқ. Олар даланың заңын білді. Олар мынау ішкі дүниені білді. Қазақтың арасындағы, рулардың арасындағы, тіпті олардың бір ерекше Алла тағала берген бір қасиеті болды. Соның арқасында олар осы мәселенің бәрін реттеп отырды. Сондықтан да қазір тіпті есіңізде болса, бір кезеңдерде бізде Қазақстанда бала туса барлығымыз Нұрсұлтан деп қойдық. Бұл да бір еліктеудің бір формасы. Қазір тіпті бір кездерде есіңізде болса, мынау экспо немесе олимпиада деген нәрселерді қойды. Тіпті қазіргі таңда біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың егіз туса біреуі Тоқай, біреуі Қасым деп қойды. Сондықтан да еліктеудің форматы көп, бірақ мен ойлаймын, әрбір бала үшін ең бірінші отбасы, ағайын тума туысы, соған қарап, мысалы, өсіп келе жатқан менің әулетімде, менің үлкен ағам мен үшін үлкен бір алып дарабоз, сондай үлкен алып азамат. Біз сол кісіге қарап бой түзедік. Сондықтан да әрбір отбасына, әрбір шаңыраққа біздің жан дүниеміздегі тәрбиемізге байланысты. Біз келістік. Әрбір ер азаматтың бойында міндетті түрде жауапкершілік болу керек, елдің қамына деген. Ол қайсыр мағынада өзінің тарихынан белгілі бір дәрежеде білімді болу керек. Жалпы ұлт болмысында ер азаматқа деген қойылатын талаптың саны жеткілікті. Енді сіздің жеке басыңызға қарай кішкене ойшысақ, егер рұқсат болса. Рұқсат әрине. Жалпы әркім болғалы бері осы парыздардың қайсысын орындай алдыңыз? Ер азамат орындау керек болған, немесе қайсысын орындап жатсыз? Жалпы Әл-Фараби ауданында қандай өзгерістер бар? Жалпы өте күрделі сұрақ, бұған енді қысқа уақытта жауап беру әрине өте қиын. Ал енді ең бірінші аудан әкімі ретінде бұл әрине халықтың мұң-мұқтажы. Егер халықтың мұң-мұқтажын ең болмаса сұранысына қарай соның бір 50%-ны орындап атсақ, бұл нұр үстіне нұр, содан орындалғаннан әрине өзің бір ләззат алып, өз-өзіңді қанағаттандыру, яғни жұмысыңмен немесе сол істеп атқан жұмысыңды бағалап атқанда соған қадағалау. Жалпы бұл әрине бір адамның қолынан келетін дүние емес. Қазақта жақсы бір сөз бар ғой, жаңағы жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп. Қандай жұмыс атқарсақ та әрине бұл командамен жасалатын жұмыс. Тіпті бұл жерде ең бірінші жаңағы басшылық болсын, мемлекеттік қызметшіде бір жақсы бір қазақтың бұрыннан бойынан табыла білетін жақсы бір қасиет бұл адамгершілік деген дүние болу керек. Жанашырлық деген дүние болу керек. Сонымен қатар бір шаруа істеп атса, бұл жаңағы бір елді мекенге емес, өзім үйіме істеп атырмын деп есептеу керек. Сонда оның сапасы да дұрыс болады, онда оның жанашырлығы да дұрыс болады, ертең халықтың саған деген пікірі де болады. Сондықтан да ең бірінші бұл жерде жанашырлық, әрине ол енді барлығы талаптан, талап әрине ол. Жақсы, тақырып қорытылды. Соңғы сұрақ тақырыпқа байланысты. Бүгінгі қазақ жігіттерін үш сөзбен сипаттап беріңізші. Енді қазақ айтады ғой, тық десең тауыққа тиеді дейді. Біз өзіміздің ұлтымызды, өзіміздің ұрпағымызды жамандағанымыз дұрыс болмайды әрине. Ең бірінші үш сөзбен айтатын болсақ, тектілік, имандылық, үшінші әрине бұл жомарттық. Жазып ала қойыңыз. Енді бұны әрқайсысын біз астарында үлкен дүние жатыр ғой, оны айта берсек әрине уақыт ұзақ кетіп қояды, бірақ осы үш қасиет деп ойлаймын. Әрине бұл мәселе біздің сұхбатымыз жаңағы тұрғындарға немесе көрермендерге түсінікті болу үшін дайындалмағанын білу керек. Бұл жаңағы мен алдын ала шын айтсам бірде бір сұрағын көрген жоқпын, қараған жоқпын. Сондықтан осы мәселені кәдімгі жан дүниеме қандай сіздің айтқан дүниеңізден келбеті келіп жатыр, мен соны айтамын. Жақсы, Ғабит аға, жалпы бірінші кезекте барлық жерде шынайылығыңызға тәттіміз. Енді әрбір қазақ, жалпы әрбір елдегі азамат, мүмкін жер планетасындағы әрбір тұрғын осы бір
сіз айтқан қасиеттер бойынан табылып жатса, ол нұр үстіне нұр. Әрине. Бәлкім жердегі адамдар бұдан 2 есе бақытты болар еді. Мүмкін, әрине. Енді олай болса, біздің студенттердің жалпы жастардың дайындаған кішігірім сұрақтары бар. Мұның ережесі былай. Менің қолымда құмсағат бар. Әрине құмсағат емес. Бірақ осылай атадым. Қолдан келгенше 10 минут уақыты бар. Енді бұдан алдыңғы көрермендерде, алдыңғы қонақтарда сіздің ойыңызда отқан осы құмсағатқа байланысты жауап берді. Келесі айдар философия айдар деп, майдан деп аталады. Бұл айдарда мен сізге сұрақ қоямын. 35 сұрақ дайындапты біздің студенттер. Жалпы арнайы редакторлық өтпеді, мүлдем. Тырысып көреміз енді. Мен де барынша дұрыстап түсініп оқып көрдім. Уақытпен сіздің әрбір сұраққа жауап беруге 30 секунд уақытыңыз болады. Ең қысқа. Енді әлем осыны талап етіп отыр ғой. Түсінікті. Жақсы. Қолдан келгенше. Ал, бисмилля, дайынбыз ба? Дайынбыз. Көрейік. Ғабит қайдан келе жатыр және қайда бара жатыр? Енді ұлы сөзбен айтсақ, ұлы көшкен бара жатыр деп айтайық. Ұлы көштен келе жатыр. Бір күнде неше сағат жұмыс істейсіз? 10 сағат. Әкімнің бойында болу керек 3 қасиет. Имандылық, талап, жанашырлық. Ең кішкентай ғаламшар не деп аталады? Шолпан. Ең сізді халық неге жақсы көреді? Жанашырлығымыз үшін шығар. Соңғы рет телефон номеріңізді қашан ауыстырдыңыз? Ауыстырған жоқпын. Осы жерге келгелі әлі сол номермен жүрмін. Ал Қажымұқан бабамыз тышқаннан қорыққан дейді. Сіз неден қорқасыз? Жыланнан. Идеологияның басты мақсаты не? Біріктіру. Тәрбие тетігі кім? Ана, әке, отбасы. Әрбір жігіт оқуы керек 3 кітап. Құран, қан мен тер, Абайдың қара сөздері. Соңғы оқыған кітабыңыз? Абай жолы романы. Қазақ өзгерді ма? Өзгерді. Сізге ең көп қойылатын сұрақ? Неше балаңыз бар? Неше балаңыз бар? 3, Алланың берген. Машалла. Ғабит ағаның көз жасы неден тұрады? Қасіреттен ортадағы ақсақалдарымыздың, абыз апаларымыздың, абыз ақсақалдардың азайып баруы. Ұстаздың басты міндеті не? Кімнің? Ұстаздың. Ұстаздың басты міндеті шәкірті өзінен озу. Алдар көсе немесе қожа насыр, қайсысы болар едіңіз? Алдар көсе. Отбасылы адам кешкі нешеде үйде болу керек? Әрине, мейліңше оннан кешікпеу керек. Сіз үйге келгенде жеңгемнің айтатын бірінші сөзі? Жақсы келдіңіз ба? Қазақ кинематографиясындағы сіздің топ 3 фильміңіз? Менің атым Қожа, Тайлақ, Көксерек. Қандай мәселеде үнсіз қаласыз? Үнсіз қаламай. Барлығында? Өкінішке орай. Болмысым сондай. Уақыттың қадірін қалай сезінесіз? Уақыттың қадірін жастар өсіп келе жатқаннан сезінесің, уақыттың қадірін атадан қартайғаннан сезінесің. Сізге сыйланған ең бағалы сыйлық? Ата-ананың махаббаты, ата-ананың шапағаты, одан артық сыйлық жоқ. Талғам жоғары болу үшін не істеу керек? Талғамның түр-түрі бар. Бұл жерде енді қандай талғамға келетінін білмеймін. Ең бірінші махаббатқа деген талғам бар. Жалпы киімге деген талғам бар. Осының қай түрі болса керек. Жалпы бұның бәрі өзің адамның жан дүниесінен тұрады, сондықтан жан дүниеге байланысты. Абай Құнанбайұлымен араңызда қандай сәйкестік бар? Имандылықта деп айтар едім. Қолыңызда мәңгілік өмірдің билеті болса, кімге берер едіңіз? Әрине, ол нәрсе жоқ дүние ғой. Өкінішке орай бір Алланың қолындамыз барлығымыз, бірақ ондай дүние болып жатса, анама берер едім. Машалла. Махаббаттың формуласы қандай? Махаббаттың формуласы отбасынан тұрады, болды. Жақсы. Әкім болу қиын ба, әке болу қиын ба? Әкім болу қиындау. Себебі бұл жерде бүткіл елге, халыққа, ал әке болу сен тек бір отбасына жауапты боласың, ал бұл жерде бүткіл ауданға, халықтың әкесі болады. Оңай шаруа емес. Ақын болсаңыз кіммен дуэльге шығар едіңіз? Ақындардың дуэлі болады ғой? Менің өзім құрдасым Қалқаман Сәримен шығар едім. Ол кісінің бір шумақ өлеңін оқып беріңізші. Дәл қазір есімде жоқ, бірақ менің ол кісінің бір аналар туралы бір кішкене бір жазғаны бар еді. Мен өзім өтініш жасап едім. Анам 80 жасқа толған кезде соны оқып берейін.
ей адамдар, құрметтеңдер анаңды, құрметтеңдер асыл жанды дананы, қанша күнә жасаса да фәниде ана деген кешіреді бала. Маша. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов мырзаны 3 сөзбен сипаттап беріңізші. Талапшыл, білікті, креативті. Шымкенттің интеллектуалды жастары деп кімдерді атар едіңіз? Жастар әрине көп, қазір біреуін айтсам біреу ренжіп қалар, бірақ мысалы кейінгі кезде біз көп жұмыс істеп жүрген Жанихан бар, Данар, Тимур, өзің мысалы. Сондықтан жастар көп, шүкіршілік. Жақсы. Шымкентте өмір сүрудің негізгі 3 себебін атап беріңізші. Ауа райы, халықтың жаңағы жүзі, яғни жылы лебізі, қонақ жайлылығы. Жақсы. Келесі жобада орныңызда кімді көргіңіз келеді? Әрине менің әріптестерім шығып жатса нұр үстіне нұр. Мысалы қазір жақсы керемет осы жаңадан тағайындалған Шыңғыс жүр. Шыңғыс Мұхан деген менің әріптесім, қала әкімінің орынбасары. Бұл сұрақтың жалғыз ережесі бар. Келесі жобаға біз айтқанымыз Шыңғыс Мұхан шақырып беруіміз керек болады. Шақырып беремін. Тікелей эфирде. Силпо университетін 3 сөзбен сипаттап беріңізші. 3 сөзбен дейсіз ба? Ең бірінші тәрбие дейік, себебі ұлы дүние тәрбие деген. Екінші деген халықаралық қатынастар, себебі қазір мен байқап отырмын, көптеген мемлекеттен араларыңызда қарым-қатынас, ауызбіршілік. Үшінші лидерлер деп айтсам болар. Машалла. Жоба туралы қысқаша? Өте керемет, маған өзіме жеке ұнады. Екіншіден жалпы мынау сұрақтар да өте керемет. Жалпы болашақта басқа бір үлкен дәрежеде көргім келеді. Жақсы. Рахмет. Олай болса, құрметті Ғабит аға, сізге Шымкент қаласының жастарының атынан, әрине шамамыз Шымкент жастарының атынан сөйлеуге жете қоймас, бірақ қайсыр маңда Шымкент жастарының атынан үлкен алғысымды білдіремін, университет басшылығының атынан үлкен алғысымды білдіремін. Алла қаласа, келесі жолы Шыңғыс Мұхан ағамызды сізді көреміз деген ниеттеміз. Бұйыртса. Рахмет сізге. Жақсы.